Саламатсыздар ма, менің құрметті оқырмандарым. Сырға толы өмір арнасына қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, қызықты оқиғалардың куәсі болыңыздар. Мамыр айы болса да, күннің жылылығы айналаны жайма шуаққа бөлеп тұр. Ертеңгі маңызды отырысына дайындалу үшін Сәуле бүгін жұмысына ерте келді. Келе ноутбукты қосып, өзіне қажет хабарламаларды тексере бастады. Телефонын алып, таныс нөмірді терді. Алло, Асан, амансыз ба? Соңғы мәліметтерді жібердім деп едіңіз, маған түспеген екен. Қайта жібере аласыз ба? Жібердім дейсіз бе? Жарайды онда. Жақсы, қазір қарап көрейін. Егер қиын болмаса, бөлімшеге келген соң қайта жібере аласыз ба? Рахмет, сау болыңыз. Телефон тұтқасын қойып, хабарламаларын спам бөлімін ашты. Шынында да іздегені осына түсіп кетіпті. Қағазын шығарып жатып, спам бөлімдегі тағы бір хатқа көзі түсті. Келгеніне 3 айдан асыпты. Бәрін тоқтатып, хатты оқуға кірісті. Оқып болды да, жаба салды. Құжаттарын тексеріп, жұмысын жалғастыра берді. Себебі ертеңгі сот отырысында өзінің білгірлігін тағы бір дәлелдемекші. Қалайда жеңіп шығу керек. Барлық айғақтар айыпталушыға қарсы болса да, оның кінәсіздігіне көзі толық жетеді. Түп тамырын қазбалап жүріп, қажетті дәлелдерді тапты. Енді қолында тағы да дәлелдемелері бар. Сот отырысы өзі ойлағандай болды. Қорғалушы сот залынан босатылды. Көңілі бір марқайып қалды. Ендіше, осы іспен айналысқанына қаншама айлар болды. Дәлелдемелерді іздеп, табанын тоздырған. Барлық толыққанды тексеріп, ақыры ақтап шықты. Сәуле Шымкент қаласында тұрады. Осы жерде туылды, балалық шағы осында өтті. Оқыды, жұмысын осында бастады. Тынбай еңбектің және табандылығының арқасында елге танылды. Әуелі заң саласында қызмет атқарып жүрді де, кейін қорғаушылық лицензиясын алып, жеке кеңсе ашты. Сот отырысы, іс сапар, жұмыс деп жүріп, 40-тан қалай асқанында байқамай қалды. Кешкісін үйге келді. Тып-тыныш, теледидар қарамақшы болып диванға қисайды. Қалғып кетіпті. Шәйнектің ысқырығынан оянды. Тұрып бір стакан шайын құйып алды. Өз үйінен ас іше бермейтін, тамақ жасап отыратын уақыты да болмайды. Асханадан іше салатын. Болмаса дайын тамаққа тапсырыс беретін. Есіне кешегі хат түсті. Ноутбугын қосып қайта оқыды. Сағатқа қарап еді, кешкі 8-ден кеткен екен. Хаттағы нөмірге хабарласып көрмекші болды. Алло деген әйел адамның даусы шықты. Алло, сәлеметсіз бе? Бұл Сәуле. Қай Сәуле? Көршіме, деді арғы жақтан. Қорғаушы Сәуле, Аманбекова Сәуле, деді ол өзін бірден танымағана ашуланғандай болып. Кешірерсіз. Сіз хабарласады деп ойламаппын. Хат жазғанымнан бері 3 айдан асты. Хабарласар деген үмітім үзілгендей болып еді. Рахмет сізге. Көп рахмет деп бастырмалатып жатты. Көп уақыт алғым келмейді. Ертеңгі сағат 2-ге кеңсеге келе аласыз ба? Деді Сәуле. Барамын, міндетті түрде барамын деп арғы жақтан әйелдің даусы шықты. Онда кездескенше, сау болыңыз деп телефонын өшіре салды. Таңертеңгісін кеңсеге келіп, таныс тергеушіге қоңырау шалды. Сәлеметсіз бе? Сізбен кездесе аламын ба? Жоға, өзім бара беремін. Маған өзімнің барғаным қолайлы болып тұр. Жақсы онда, жарты сағаттан соң бөлімшеге соғармын деп тұтқаны қойды. Көмекшісіне хабарласып, Әсел, бүгінге кездесулер бар ма? Мүмкін болса бәрін ертеңге қалдыршы. Менің кестемді босатып қойсан жақсы болар еді, деді де алдындағы қағазға үлкен әріппен Айман деп жазып қойды. Бөлімшеге барып келгенше түс болыпты. Көлігін тұраққа қойды да кеңсеге бет алды. Бүгін күн желді екен. Кеңсеге келгенде алдынан көмекшісі шықты. Сәуле Маратовна,
Барлық кездесуді басқа уақытқа шегердім. Егер қарсы болмасаңыз, түстен соң кешігіп келсем бола ма, деді. Жұмысыңа рахмет, бүгінге осы жарар, ертеңге дейін демала беріңіз дегенде, көмекшісі түсінбей бетіне қарады. Барыңыз енді, мұндай мүмкіншіліктер көп бола бермейді, деп жымиды Сәуле. Рахмет, Сәуле Маратовна, онда сау болыңыз, деп көмекшісі шығып кетті. Кабинетіне келді де бөлімшеден алған қағаздарын қарауға кірісті. Жаймен есік тықылдады. Уақытқа қараса, дәл 2-ні көрсетіп тұр екен. Уақытымен жүретін жан екен деп ойлап үлгерді. Кіріңіз, деді. Ішке талдырмаш бойлы, қара торы өңді, жасы 50-лерді еңсерген жан имене басып кірді. Сәлеметсіз бе, деді жасқаншақтап. Сәлеметсіз бе, кіріңіз, мына орындыққа жайғасыңыз, деп алдындағы орындықты нұсқап көрсетті. Сіздің жазған қатыңызды оқығаныма 2-3 күн болды, онда да кездейсоқ. Айтқан жайт бойынша бөлімшеге барып, істің көшірмесін алдым. Шынымен де Айман өз жолдасын өлтірмекші болды ма? Маған айтар сөзіңізде еш жалғандық болмасын. Мен тек шындықты жақтаймын. Егер жасырған жерлеріңіз болса, бірден айтыңыз, деді қатқыл дауыспен. Менің жасырарым жоқ, қалай бар солай жеткіздім. Айманның мұндай қадамға не үшін барғанын білу үшін бәрін басынан бастап айтуым керек. Сіздің біраз уақытыңызды алатын болармын, деді Сәулеге қарап. Мен тыңдауға дайынмын. Бүгінгі күнімді босатып қойдым, сондықтан құлағым сізде, деді. Бұл істі аласыз ба, алмайсыз ба білмедім. Айманның берер артық қаражаты жоқ. Маған алдын ала айтыңызшы. Мен бірдеңе етіп тауып беруге тырысайын, деді келіп отырған апай. Сіз асықпаңыз. Әуелі бәрін естіп ұғынып алайын. Қаражат жөнінде сосын келісерміз, деді. Көшенің қарсы бетінде дәмхана бар екен. Сізді сонда шақырсам бола ма? Сәуле тосылып қалды. Ауылда еркіндікке үйренгендіктен осындай кабинеттер мысымды басады. Айтар сөзімнен жаңылып, берекетім кетіп қалады. Айып етпеңіз, деді апай. Жақсы, онда барайық, деп Сәуле құжаттарды тартпаға салып, қолына блокнот пен қаламын алды. Дәмханаға келіп екеуі жайғасты. Даяшыға тапсырыс беріп, тыңдап отырым дегендей Сәуле апайға қарады. Маған уақыт бөлгеніңізге тағы да көп алғыс айтамын. Менің есімім Жамал. Айман менің ең жақын құрбымның қызы. Осыдан 4 ай бұрын күйеуін өлтірмекші болды деген айыппен темір торға қамалды. Күйеуі есін жиып қалпына келсе де, арызын қайтып алар емес. Табалдырықтарын тоздырып болдым. Ит құрлы көрмейді. Сөйлеспек түгілі мұрындарын шүйіріп қарайды. Осы қаланың атақты деген қорғаушыларына да бардым. Бәрі бас тартып отыр. Ешкім алғысы келмейді. Сіз туралы жаңалықтардан көріп қалғам. Үмітсіз шайтан деп кеңсеңізге келген едім. Іс сапарға кетіпсіз. Жолыға алмадым. Баламның ақылымен хат жазып көрмекші болдым. Хатқа да жауап болмаған соң, үмітім үзілгендей болып еді. Өзіңіз хабарласқанда шынымды айтайын, біразға дейін сенбедім. Айманның анасы екеуміз қатар өстік. Егіз қозыдай едік. Достығымызға барлығы сүйсіне қарайтын. Екеуміз де өз ауылымыздың жігіттеріне тұрмысқа шықтық. Айман құрбымның тұңғышы. Айман 10-ға толғанда бала үстінен қайтыс болды. Анасын да, баласын да сақтай алмады. Әйелінің жылынан соң әкесі қызымды қарар жан керек деп 2-ші рет үйленді. Алғаны көк долы біреу болып шықты. Айман 13-ке толғанда әкесі де жұмыста жүріп қайтыс болды. Жүрегі тоқтап қалған. Сол күннен бастап Айманның өмірі өзгерді десем де болады. Күндіз түні шаруадан босамады. Сол үйдің күлімен шығып, отымен кірді. Барлық жұмыс соның мойнында еді. Үлгермесе зілденіп отыратын долы шешесі бар. Анасы жағынан тек нағашы ағасы бар. Айманды қамқорлыққа алғысы келіп еді, әйелінен ықтама,
Айманды қамқорлыққа алғысы келіп еді, әйелінен ықтыма, кейін бас тартты. Әкесінің бауырлары да бас ауыртпады. Қанша рет жақтаймын деп барсам да сөзге түсінбейтін. Мен кеткен соң Айман таяқ жейтін. Сабақтан соң шамалы уақытқа тығылып келіп кететін. Апау, шаршадым деп мұның шағатын. Менің қолымнан не келсін, тіреуші жоқ қойшының әйелің кім тыңдасын, деді әйел мұңая. Сәуленің көзі қарсы алдындағы жанның қолдарына түсті. Жарық басқан қолдары быттиып тұр. Жанарын тайдырып ап кетті. Келесі бір келгенде Айманның қолдарының көгерген жерлерін көрдім. Не болды десем, кеше сабақтан келіп ұйықтап қалғаным үшін соққының астында қалдым, дейді. Қандай оңбағандық десейші. Қаршадай қыздың көрмегені жоқ. Үстіндегі көйлегі де ескірген. Өзімнің қыздарымның киімдерін кигізіп жіберетін едім. Түріне қарай алмадым. Анасы болғанда бұлай жүрмес еді деп езілдім. Мектеп бітірген күннің ертесіне Айманды алып қашыпты деп жұрт шу ете қалды. Өгей ананың қолынан жасалған дүние екенін түсіндім. Барған жері сол әйелдің жақын туыстары болып келетін. Сонынан баламды ертіп қуып бардым. Онымен мені кім місе тұтсын, есіктерінен кіргізбеді. Полицияға барып шағымданып едім, Айман өзім келдім депті. Қыз ғұмырын қолдан қиып, біреудің босағасына байлап берді. Егер барған жері жайлы болса, шырылдамас едім. Күйеу сымақ төбелеспен атағы шыққан, жасы 40-тан асқан арақ құмар біреу. Айманның күні оңбайтыны бейсенеден белгілі еді. Осы арада даяшы тапсырыстарын әкеліп әңгіме үзіліп қалды. Жамал апайдың көз жанары жасқа толып отыр екен. Қанша жыламайын десем де, өзімді тоқтата алмай қаламын. Кешірім сұраймын, деді ыңғайсыздана. Кешірім сұраудың қажеті жоқ. Егер айтқандарыңыздың бәрі Айманның басынан өткен рас болса, онда мұндай қылыққа не үшін барғанын түсіне бастағандаймын, деді Сәуле қолына қаламын алып. Әңгімеңізді айта беріңіз, жалғастырып, мен керегін түртіп алайын. Солай күн артынан ай өте берді. Айманды мүлде көруден қалдым. Адуынды енесі мен арақ құмар күйеуі төрге шығармақ түгілі қақпадан әрі асырмай шығарып салатын. Айманды ұрады деген сыбыстарды естіп қалатынмын.